Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге өте жұмсақ, дәмді, әрі тез дайындалатын бауырсақ дайындаймыз. Сүтімізге жұмыртқамызды қосып араластырып аламыз. Тұзымыз бен қантымызды қосамыз. Су майымызды қосамыз. Ас содасына 3-4 тамшы уксусымызды қосып араластырамыз. Ұнымызды електен өткізіп, нанымызды елеп аламыз. Нанымыздың бетін жауып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Ұнымызды сеуіп, нанымызды жайып аламыз. Домалақ формада кесіп аламын. Өздеріңізге ұнаған формада жасасаңыздар болады. Қызып тұрған майымызға пісіріп аламыз. Бауырсағымыздың дәмі өте керемет, жұмсақ болып шығады, жасап көріңіздер.